Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастыратын боламыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен екілік санау жүйесін бір-біріне көбейтетін боламыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуде екілік санау жүйесін бір-біріне көбейтіп, одан шыққан нәтиже бәлкім екілікте болуы мүмкін, сегіздікте болуы мүмкін, ондықта болуы мүмкін, 16-лықта болуы мүмкін. Біз қарапайым есептерді шығарып көретін боламыз, яғни бинарныйға көбейтеміз. Егер ондай әрекет керек емес етін болсаңыз, онда берілген есепті ондық санау жүйесіне айналдырып, екеуін көбейтіп, одан шыққан жауапты кез келген санау жүйесіне айналдырсаңыздар болады. Ал біз бинарный мен бинарныйдың бір-бірімен қалай көбейту керектігін үйренетін боламыз. Бинарлы сандарды бір-біріне көбейтетін формуласын жазып алайық. 0 көбейтілген 0 тең болады 0-ге. 0 көбейтілген 1 тең болады 0-ге. 1 көбейтілген 0 тең болады 0-ге. 1 көбейтілген 1 тең болады 1-ге. Бұл бізде көбейткен жағдайда, енді көбейткеннен кейін мәндерді бір-біріне қосу керек болады. Сол қосқандағы мәндерді бірге жазып алайық. 0 қосылған 0, біз бұны алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. 0 қосылған 1 тең болады 1-ге, 1 қосылған 0 тең болады 1-ге, 1 қосылған 1 тең болады 2. Десең да, шучу, 1 және 0-ге тең болады екен. Себебі біз көбейт болғаннан кейінгі барлық мәндерді бір-біріне қосып шығатын боламыз. Алғашқы санымызды бастайық. Біздің жағдайда алғашқы берілген сан ретінде екілік санды алайық. 1, 1, 0. Ол біздің жағдайда 6-ға тең. Егер оны 10-ға айналдыратын болсақ, екілік, оны көбейтеміз 1, 0-ге. Яғни 1, 0 деген біздің жағдайда 2-ге тең. Екеуін көбейтетін болсақ, жауап бізде 12 шығады. Енді осының 12 шығатынын көрейік. 0-ге 0-ді көбейтем 0. 0-ге 1-ді көбейтем 0, 0-ге 1-ді көбейтем 0. Енді астына түседі ғой мына жерге. 1-ді 0-ге көбейтем 0, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 1-ге 1-ді көбейтем 1. Енді осылардан шыққан мәндерді не істейміз? Бір-біріне қосып шығамыз. 0-дің астына түседі 0, 0-ге 0-ді қосатын болсақ, 0-ге тең, 0-ге 1-ді қосатын болсақ, 1-ге тең, 0-ге 1-ді 1, 1. Сонымен 1, 2, 4, 8. Жауабы 12 болады екен. 1, 0, 1, 1. Екілік санау жүйеден 10-ға айналдыратын болсаңыз, бұл біздің жағдайда 11 деген санға тең. Оны көбейтеміз 1, 0, 1-ге. Бұны екілік санау жүйеден 10-ға айналдыратын болсаңыз, 5-ге тең болады. Сонымен жауап қанша болады? 10-дықтың өзінде 55 болады. Енді осыны бір-біріне көбейтіп көрейік. 1-ге 1-ді көбейтем 1, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 1-ге 0-ді көбейтем 0, 1-ге 1-ді көбейтем 1. Алғашқы бірім аяқталды. Келесі 0 мен 1-ді көбейтетін кезде солға бір қадамымыз жылжи ме? 0-ге 1-ді көбейтем 0, 0-ге 1-ді көбейтем 0, 0-ге 0-ді көбейтем 0, 0-ге 1-ді көбейтем 0. Яғни бір қатар жылжыдық. Енді үшінші тағы бір қатар жылжимыз. 1-ге 1-ді көбейтеміз 1, 1-ге 1-ді көбейтем 1, 1-ге 0-ді көбейтем 0, 1-ге 1-ді көбейтем 1. Енді осы сандардың барлығын бір-біріне қосып шығамыз. 1-ге өзі түседі, 1-ге 0-ді қосам 1, 0, 0-ге 1-ді қосам 1, 1-ге 1-ді қосатын болсам 10, яғни 0-і түсіп 1 ойда, 0-ге 0-ді қосам 0, ойдағы оймен 1, 1-дің өзі түседі. Сонда көбейткен кезде 1, 1, 0, 1, 1, 1 болады. Оны екіліктен 10-дыққа айналдыратын болсаңыз, бәрібір 55 деген сан шығады екен.